Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бұл сіздерге арналған тегін разбор. Біз осы жақында ғана реалити шоу жасаған болатынбыз Низам деген жігітпен. OLX платформасында біз 0 теңгеден 1 миллион теңгені 15 күнде жасаймыз деген реалити шоу түсіргенбіз. Және оның басында спорласқанбыз. Низам деген жігіт OLX-тің өзінде миллион теңге 15 күнде табуға болатынына сенбеген. Бірақ біз оны сендіру үшін тек қана OLX платформасымен миллионға қарай жүрдік. Және сол ақшаны жасадық, одан асырып жібердік. Оборотымыз біздің 4 миллион 200 мың болды, ал таза пайдасы 28%, 1 миллион 106 мың теңге болды. Сол себепті қазір сіздерге осы тегін разборды түсіріп жатырмыз. Бұл жерде біз сіздерге қандай жұмыс жасағанымызды, қандай шақтары болғанын барлығын айтып беретін боламыз. Бірақ ең бірінші біздің аудиториядан Низам деген жігітке келген сұрақтар бар екен. Низам қазір сол сұрақтардың барлығына жауап беріп шығады. Содан кейін мен сіздерге толық разборды ашып беретін боламын. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Ермек Низамидин. Жасым 19-да. Мен осы товарка келгеніме жарты жылдан көп болды. Енді осы реалитиге қатысқаннан кейін көп адамдар қойғысы келетін сұрақтары бар екен. Соның бір 10 шақты сұрағына жауап берейік. Бірінші сұрағымыз ол масспостингті ашықтап түсіндіріп берсе дейді. Масспостинг дегеніміз ол мысалы бір объявлениені көбейтіп салу. Мысалы біз OLX-ке AirPods-ты мысалы келтірейік, сол AirPods-ты бір рет салсақ, сіз оны толтырып бір күнде 10 рет саласыз, немесе 100 рет саласыз. Соны біз масспостинг деп атаймыз. Екінші сұрағымыз, басқа қалаларға да реклама салады ма дейді. Мен мысалы өзім салдым, басқа қалаларға салдым. Алматыдан, мысалы Алматының шет жақ қалаларына, Талғар, Ұзынағаш, Қаскелең, Фабричный деген қалаларына және Атырауға салдым. Өйткені Атырауда менің таныстарым бар. Үшінші сұрағымыз, басқа қалаларға доставка қалай болады? Ақшасын кім төлейді? Клиенттер келіседі ма? Қымбат деп алмай қоймай ма дейді. Бұл жерде сіз өзіңіздің клиентіңізге байланысты. Егер клиентіңіз алатын адам болып тұрса, ол сізге ақшасын, предоплатасын жіберіп қою керек. Сол кезде сіз клиентке қорықпай жібере аласыз. Бірақ ондай жағдай болған жоқ, өйткені мен закупать етіп, бір коробкаға жинап Атырауға жібердім. Атырауда өзім таныстарым бар, сол жақтағы таныстарым жіберіп отырды. Ал мына қаланың шет жақтарына өзім бардым. Келесі сұрақ, бізде бір аккаунтқа суреттерді салдым. Енді басқа аккаунтқа басқа суреттер іздеп табу керек па? Әлде бір суретті бүкіл аккаунтқа сала берсе болады ма? Бұл да негізі өте қызықты сұрақ, өйткені осындай жағдайда көп айналысатын, осындай масспостингпен айналысатын адамдарда көп проблема. Осы сұрақ деп ойлаймын, өз басымнан да өтті. Бұл кезде сіз суреттерді негізі, мысалы бір товар айтайық, Сега дейік. Сеганың бір 30-20 суретін дайындап қоясыз. Оны галереяға, мысалы өз басым галереяға сақтап, альбомға сақтап қоям. Сол альбомнан 30 суреттің ішінен 8 суретін араластырып таңдай беретінмін. Лайфхак деп айтып қояр. Достар, Низам осылай сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беріп шықты. Енді бізде әрі қарай басталатын нәрсе ол осы Низамның жұмысына разбор. Біз қандай жұмыс жасадық, және де қандай қадамдар жасадық, осы қандай модель, қандай формуламен жұмыс жасадық дейтін болсаңыздар, біз солардың барлығына қазір сіздерге жауап беріп көрсетіп шығатын боламыз, Құдай қаласа. Біздегі ең бірінші үлкен нәрсе ол біздің бизнестің MVP түрде басталуы. MVP деген нәрсе ол minimum viable product деп аталады. Оны деген сөз ол минимально жизнеспособный продукт, минималды тірі өнім. Оны деген сөз ол біздің бизнестің әрбір товарканың болсын, басқа да бизнестердің ол минимум ақшамен жасалуы туралы айтылатын нәрсе. Және де бізде соған байланысты, MVP-ға байланысты бізде 5 қадам болды. Ол бірінші қадам поставщик табу, екінші қадам товар анализ, үшінші қадам конкуренттік анализ, төртінші қадам товардың өтімділігін, спросын анықтау, бесінші қадам ол сату скриптері болды. Бұл 5 қадам бізде MVP деп аталады. Сол себепті біз осы MVP-ді қазір қалай жұмыс жасадық, біз соның барлығын түсіндіріп өтеміз. Және де бұдан кейінгі тағы 2 қадам бар. 6-шы қадам ол упаковка, 7-ші қадам бұл біздің маркетинг. Бұл 7 қадам жалпы қазіргі товарный бизнесте жасалатын формула деп айтсақ болады, және де 7 қадам деп айтсақ болады. Әрбір қадамын егерде сіз қазір біздің осы бизнес разборымыздан дұрыс түсініп, дұрыс білім алып, егер соны қолданатын болсаңыздар, сіздерге жақсы ақша табуға болады. Кемі 1 миллион, 2 миллион тауып кетуге де болады айына деген сияқты. Сол себепті қазір бастаймыз. Бірінші қадам
бізде низаммен дұрыс поставщик табу болатын. Біз ешқандай Қытайға шықпадық, ешқандай жаңағы басқа елдерден, басқа жерлерден заказ бермедік. Біз өзіміздің осы Алматыдағы барахолкадан алып бастадық. Егер де сіздер біле білсеңіздер, бұл Орта Азиядағы ең үлкен базар болып есептеледі. Неге? Өйткені бұндай базар, бір көше басынан аяғына дейін базар, ондай ешқандай елдерде жоқ, даже Ресейде де жоқ деп айтсақ болады. Сол себепті бұл нәрсені біз құндылығын көруіміз керек, және де осы нәрсені дұрыс пайдалануымыз керек. Әсіресе қазақ жігіттері, бір қарасаңыздар барахолкада қазақтар өте аз, иә, оны бізден басқа ұлттардың барлығы қолданып жатыр. Сол себепті хотя бы алып сатсаңыздар да сол барахолканы дұрыс пайдалансаңыздар болады. Енді бірінші поставщик табу бойынша біз өзіміздің Байсаттағы 4,5 жыл бойы жұмыс жасап жүрген біздің поставщиктеріміз бар. Солармен біз не істедік? Низамды таныстырдық. Ол қалай десеңіздер, низамды таныстыру арқылы біз низамға поставщиктерден штучно алуға доступ бердік та, өйткені олар бізге сенеді, біз 4,5 жыл бойы олардан товар алып келе жатырмыз, және де сол арқылы біз низаммен таныстырып, связь орнатып беру арқылы біз не істедік? Біз бір штуктап, екі штуктап заказ түскені бойынша подзаказ алып отыруына келісіп қойдық. Сол арқылы низам алып сатып бастап кетті. Поставщиктерге не қандай пайда десеңіздер, олар мені таниды, 4,5 жыл бойы менімен жұмыс істеп келе жатқан поставщиктер бар. Солар мені таниды, менің оқушыларым бар екенін біледі, және мен бұрыннан өзімнің оқушыларымды апарып, олардан товар алғызамын. иә, басында подреализация болады, потом бір штуктап, екі штуктап алады, сосын барып оптом крупный партияларға өте бастайды. Сол арқылы маған да, менің оқушыларыма да, поставщикке де барлығымызға пайдалы, оны win-win деп атайды. иә. Сол себепті ол бірінші қадам болды. Екінші, біздің товарға анализ деген жерде біз поставщиктермен танысу арқылы олардың товарларына анализ жасап, низам өзіне тапсырма берілді. 50 товардың түрін таңдап келу. иә. Біз бірақ низамның бір жақсы жері, ол берілген нәрселерді, берілген тапсырмаларды асыра сілтеп орындап жүрді да. Ол ең күшті қасиеттердің бірі жастардың. Неге десеңіз, бір нәрсе істе десең, ол соны екі нәрсе қылып істеп келеді. Біз низамға не айттық? 50 товардың тізімін жасап кел дедік. Бізге низам не істеді? 75 товардың тізімін жасап келді. Сол арқылы ол өзінің успехіне, иә, өзінің жетістігіне конверсияны арттырды да. Біз не істедік? 75 товарды алып, оны тізім жасап шықтық. Сосын барып, үшінші, сол 75 товарды конкуренттерге анализ. Бізде үшінші қадам. 75 товарды кім сатып жатыр? иә, қай платформада, қанша теңгеден, қанша продажа болып жатыр? Біз оны даже маркетплейстердің өзіне кіріп, оның статистикасын қарай аламыз. Ол товар қаншалықты көп өтіп жатыр, қаншалықты аз өтіп жатыр деген сияқты. Және де маркетплейстер, иә, Каспи, Wildberries, Озон, сосын барып социальный сеттер, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, сосын барып OLX, иә, Market.kz бар, біздің жаңағы Каспидегі объявлениелер бар. Соның барлығында біздің товарларды кім сатып жатыр, толық конкуренттерге анализ жасап шықтық. Сосын барып осы конкуренттерге анализ моментінде низам өзінің WhatsApp номері арқылы, екінші WhatsApp номері арқылы біздің конкуренттерімізге клиент ретінде жазып қарап шықты. Қалай десеңіздер, бір кісіге біз жазамыз, осы нәрсе қанша теңгеден, осы фен қанша теңгеден деген сияқты. Конкуренттерге біз жазып шығу арқылы біз мынау фен қаншадан, үтік қаншадан деген сияқты біз өзіміздің толық конкуренттерімізді анализ жасап шықтық. Ол қалай десеңіздер, біздің конкуренттердің анализі неге маңызды? Өйткені қазір Қазақстанда көп адамдар товарный бизнесті жасап жатыр. Неге? Өйткені товарный бизнесте өте көп ақша жасауға болады. Өте үлкен курс жасап алуға болады. Моментте бір айда, екі айдың ішінде салған ақшаңды, мысалы 1 миллион теңгеңіз болса, бір айдың ішінде 2-3 миллионға айналдырып жіберуге болады. Сол себепті Қазақстанда қазір өте үлкен бум болып жатыр товарный бизнес бойынша. Барлық адам кіріп жатыр, бірақ конкурентоспособный адамдар өте аз. Ол не деген сөз? Товарға кіріп алады, бірақ оған өте халатны отношение жасап жүреді. Біз не істедік? Конкуренттерге жазу арқылы бүкіл олардың минустары мен плюстарын қарап шықтық. Олар тез жазама, ақырын жазама. Ақырын жазса, біз содан тез жауап беру арқылы, әлде автобот қосу арқылы, немесе автоприветствие арқылы WhatsApp бизнестегі біз конкуренттерден бір қадам алдыға тұрдық. Және де біз конкуренттеріміздің өзіне возражение жасап көрдік. Мына товарың брат қымбат, мына товарың мына жақта арзан тұр ғой деген сияқты әдейі специально жасалған возражениелер болды. Біз оларды әдейі жаздық. Олар қалай жауап береді екен? Бізге грубо жауап бере ме, әлде жұмсақ жауап бере ме, әлде сервис көрсете ме деген сияқты. Грубо жауап бергендердің барлықтарының минустарын сызып алу арқылы біз сервис көрсетіп, прайс жіберу арқылы олардан тағы да бір қадам алға түсе бастадық. Бұл бізде үшінші қадам конкуренттерге анализ болған болатын. Төртінші қадам бізде товардың спросы, өтімділігі, сұранысын анықтау болатын. Біз бұл жерде не істедік?
Низам біздің Алматыдағы 8 районға толық товарлардың 75 товардың барлығын қайталап салып шықты. Ол не деген сөз? Біз осы Алматының ішіндегі осы 75 товар бойынша біз поисковая строкада бірінші орында тұрдық. Біз әрқашан кез келген районда. OLX қалай жұмыс жасайды? OLX біздің мысалы весь Алматы деген жоқ, весь Қазақстан деген жоқ OLX-тің ішінде. OLX-тің ішінде қала бар, сол қаланың ішіндегі райондар бойынша таңдалады да. Не үшін олай десеңіз, өйткені OLX-тің системасы ол сізге тез товарды жеткізіп беру және де тез тауып беру мақсаты олардың. Сол себепті біз Алмалинский районда отырып, егер фен іздейтін болсақ, фен Алмалинский районға салынбаған болса, ол бізге бірінші шықпайды. Ол Әуезовскийда іздеген адамдарға ғана шығуы мүмкін, әлде басқа районда іздеген адамдарға шығуы мүмкін да. Сол себепті біз не істедік? Біз әрбір районға бір-бірден барлық 75 товарымызды салып тастау арқылы біз бүкіл поисковая строкада біз бірінші болып шыға бастадық та. Біреуге фен керек болса, біреуге планшет керек болса, Алмалинский районда біз бірінші тұрамыз. Әуезовскийда басқа бір адам іздесе, біз бірінші шығамыз. Жаңа Бостандықский районда іздесе, біз шығамыз деген сияқты. Алматыдан басқа да әрбір қаланың өзінің райондары бар. Сол райондарға солай салу арқылы сіз өзіңіздің қалаңызда номер 1 бола аласыз товарлар бойынша. Біз солай өзіміздің 75 товар бойынша номер 1 болдық, и сол арқылы біз өзіміздің товарларымыздың спросын анықтап тастадық та. Спросын анықтаған соң не істедік? Низамда 75 товар болды, және де 1-2-3 күннің арқасында, біз тест жасаудың арқасында бізде бір 15 шақты ғана товар қалды. Және де біз сол 15 шақты товарды ары қарай сатып, әлі күнге дейін Низам сатып жатыр. Бұл біздің 4-ші қадам болатын. 5-ші қадам сату скриптері. Сату скриптері деген не дейтін болсаңыздар, скрипт продаж деп айтып жатады, сценарий продаж, шаблон продаж деп айтып жатады. Бұл не деген сөз? Бұл біздің клиенттерге арналған дайын сообщениелер, дайын хаттар, иә. WhatsApp бизнесте быстрый ответ деп аталады, Инстаграмда сохраненный ответ деп аталады. Соның барлығын біз клиенттерге дайындап қою арқылы біз ешқандай уақыт жоғалтпаймыз. Сіздер сату скрипттерінің қандай плюстері бар деп айтатын болсаңыз, бұл жерде ең үлкен, ең жирный 2 плюс бар. Біріншісі, бұл сіздің сервисіңіздің, сіздің клиентпен сөйлесуіңізді өте тез және де өте оңай етеді. Я, бұл бірінші. Екіншісі, сату скриптерінің бір жақсы жері, сіздің бизнесіңізге, сіздің сатуыңызға адами факторлардың әсер етуінен қорғайтын бірден бір зат. Ол не деген сөз? Сіздің настроениеңіз, сіздің адами факторыңыз, сіздің кешуіңіз, сіздің бизнесіңізге әсер етсе, ол бизнестің жабылуы тек қана уақыттың еншісінде деген сияқты. Ол не деген сөз? Мысалы, бүгін сіз таңертең ерте тұрдыңыз, бүгін сіз таңертең жақсы настроениемен ояндыңыз, иә, сіз не істейсіз? Сіз клиенттер жасасыз, сіз олармен жақсы настроениемен күшті сатуға тырысасыз, иә. Ал ертеңгісін сіздің басыңыз ауырып тұр, тұмаумен ауырып қалдыңыз, ұйқыңыз қанбады, біреумен ұрыстыңыз, настроениеңіз нөлде, сіз не істейсіз? Клиенттерге өте дөрекі сөйлесіп бастауыңыз мүмкін, иә, клиенттермен жауап бермей қоюыңыз мүмкін деген сияқты. Сол нәрселер болмау үшін бізде настроение күшті кезде жасалынатын сату скриптері бар. Неге десеңіз, бір планшет болсын, бір фен болсын, үтік болсын, бір товарға 90% адамның қоятын сұрақтары бірдей. Сол себепті біз не істейміз? Олардың 10 адам жасса, 10-на қолмен жауап беріп, 10-на аудиозапись жазып отырамыз ба? Жоқ, біз не істейміз? Барлығының қойған сұрақтарына анализ жасау арқылы әрбір товарға жеке-жеке скриптер жасап тастаймыз. Сол арқылы сіз дайындап қоясыз. Клиент жазды, бастыңыз жібердіңіз. Клиент жазды, бастыңыз жібердіңіз. Мен ол сату скрипттерінің қалай жіберілетінін, қалай быстрый ответтерді дайындап қойған мына жерде қойып қоятын болам. Бұл жерде қазір сіздерге көрсетіледі. Осылай сіздер WhatsApp бойынша және де Instagram бойынша да осылай клиенттеріңізбен скрипт арқылы сөйлесе берсеңіздер болады. Осы бағанағы сіздің жауаптарыңызды тез ететін және де бизнесіңізге адами фактордың әсер етуінен қорғайтын деген сияқты екі үлкен плюсты жіберіп алмайсыз. Бұл 5 қадам, я бірінші поставщик табу, товарға анализ жасау, конкуренттерге анализ, товардың өтімділігі, сату скриптері, бұл MVP деп аталады, минималды тірі өнім. Ешқандай ақша құртпай, ешқандай аз ақшаңыз болса 10 мың, 20 мың, 30 мың теңгемен де бастап кете аласыз. Бұл 5 қадам арқылы. Енді 6-шы қадам бізде упаковка басталады, және де 7-ші қадам ол біздің маркетинг. Упаковка деген ол не? Упаковканы көбісі ойлап жатады, ол бір товардың упаковкасы, товардың коробкасы деп. Жоқ. Біздің маркетингте бұл біздің инста жағы, OLX, интернет әлеміндегі магазиндерде упаковка ол біздің визуал, біздің магазиніміздің ішіндегі контент, біздің OLX-іміздің ішіндегі контент, фото контент, видео, таргет, рилс, барлық контенттер біздің упаковкаға жазылады. Сол себепті біз бизнесті бастаған кезде MVP форматын өтсек, бізде 6-шы қадам ол бірден упаковкаға кетеді. Неге десеңіз,
Өйткені біз жағы MVP форматында бастаған кезде біз тауарлардың суреттерін поставщиктен аламыз, тауарлардың суреттерін дайын бір платформалардан аламыз, немесе Google'дан, жаңа браузерлерден аламыз, дайын фото, дайын описание бойынша. Ал содан кейін MVP форматынан өткен соң, тест өткен соң, біздің уже өзіміздің флагман тауарлар анықталып бастаған соң, біз не істейміз? Біз сол флагман тауарларды сатып алу арқылы біз оларға контент түсіре бастаймыз. Неге? Өйткені біздің интернеттен алынған фотолармен біздің клиенттер сатып алып жатса, ол не деген сөз? Ол бұл товарларға қаншалықты көп ақша құясың, соншалықты саған көп ақша алып келеді. Сол себепті біз не істейміз? Упаковкадан аямаймыз ақшаны. Студия, жақсы мобилограф, жақсы видеограф, жақсы контент-мейкер деген сияқты нәрселерден ақша аямау арқылы біз басқа конкуренттерімізден уникализация жасаймыз. Уникализация деген нәрсеміз ол не? Ол біздің басқа конкуренттерден, осы фен сататын, мысалы біз фен сатсақ, басқа адамдар да фен сатып жатыр ғой. Солардың арасында біз өзіміздің ерекшелігімізді, уникализациямызды көрсетуіміз керек. Бұл 6-шы қадам. 7-ші қадам маркетинг. Маркетинг дегеніміз не десеңіздер, профессионалды маркетологтар жауап береді, ол привлечение и удержание деп жауап береді, екі ауыз сөзбен. Оны деген сөз, маркетинг ол назар аударту және де оны ұстап қалу деп айтып жатады. Менің ойымша, қазіргі заманның маркетингіне, қазіргі заманның социальный сеттің, әлеуметтік желілердің маркетингіне екі нәрсе өте аз. Менің ойымша 4 нәрсе болу керек. Ол қалай? Бірінші привлечение, екінші удержание, үшінші прогрев, сосын барып продажа, төртінші назар аударту, ұстап қалу, қыздыру, сату. Және де сіз егерде бұл осы 4 қадамды білсеңіз және толық түсініп алсаңыз, қалай біз көңіл аудартамыз, назар аудартамыз, қалай біз оны ұстап қала аламыз, қалай біз оны қыздыра аламыз ол адамдарды эмоция арқылы, және оған біз қалай сата аламыз. Осы 4 қадамды білсеңіздер, сіз маркетинг бойынша кез келген товарды, кез келген бизнесті, кез келген услуганы, кез келген цехты да жүргізіп жібере аласыз. Сол себепті біздің осындай 7 қадамымыз бар. Осы 7 қадамның барлығын низам өтіп шыққан болатын, және де бұл маркетинг бойынша, упаковка бойынша да біз барлық қадамдарды, өзімізден сұралатын барлық қадамдарды жасап шықтық. Және де егер тоқталып, және де бұның толық несін айта кететін болсақ, бірінші бізде поставщик табу болды, екінші бізде товар анализ болды, үшінші бізде конкуренттерге анализ, төртінші товардың өтімділігін анықтау, бесінші сату скриптері, алтыншы упаковка, жетінші маркетинг болды. Және де бұл қадамдар, әрбір қадам неге 1-2 деп басап жатырмыз десеңіздер, әрбір қадамды басынан аяғына дейін толық дұрыс өтіп шықсаңыздар, сіздердің, менің ойымша, 3-4 айда офлайн точкаңыз, 5 айда уже командаңыз жиналып, сіздің алғашқы 3-4 миллионыңызға шығып кетсеңіз болады. Ал егерде жалғыз өзіңіз қазір бастап жұмыс істесеңіз, менің ойымша алдағы 1 айда 700 мыңнан жоғары таба беруге болады. 1 миллион, 1,5 миллион таба беруге болады деген сияқты. Ал егерде бұл қадамдардың барлығын күшейту арқылы, бұл система деп аталады, товарный бизнестің. Бұл системаны сіздер басынан аяғына дейін 7 қадамды тоқтаусыз күшейте берсеңіз, оны деген сөз, сізде 3 айда командаңыз, 4 айда жаңа офлайн точкаңыз барлығы пайда бола бастайды, және де солар арқылы сіз систематизация орнатасыз, сол арқылы сіздің бизнесіңізден ертерек операционкадан шығып кетуіңізге көмектеседі. Бұл нәрселерді сіз 1-7-ге дейін қайталау арқылы осындай жетістіктер жасай аласыз, және де менің ойымша жарты жылда 3-4 миллион тұрақты табысқа кенелуіңізге болады. Жалпы достар, енді разбор бойынша осылай жұмыс жасадық. Енді біздің сіздерге көрсететін нәрсеміз ол дәлел ретінде біз низаммен қанша ақша тапқанымыз, қанша оборот жасағанымыз қазір мына жерде барлығы шығатын болады. Оборот общий қанша, майда суммаларына дейін, және де қанша пайыз, 28-29 пайыз таза пайда жасады. Жасаған обороты мен таза пайдасын айтып берсін. Бізде таза пайда 1,106,000. Низам, енді айтып жерсең, жұмыс істеуге бола ма екен Ойлсқа? Сенбедің ғой, реально айтшы. Сенбедің ба? Негізі егер сенбесем, мен толық сенбесем, негізі істемейтін. Бірақ менде де бір түбінде кішкене бір сенім болды, бірақ 100% емес. Сонымен 1,106,000 теңге жасады. Менің ойымша 15 күннің ішінде низамның қабілетіне және біздің берген білімге байланысты, егер нақты және де дұрыс жұмыс жасайтын болсақ, менің ойымша 1,100,000 емес, 1,700,000, 1,500,000 кемі жасай алатын еді. Және де оны неге жасай алмадық десеңіздер, біріншіден реалити уақытында менің ауырып қалу себептерім болды. Мен тұмау ауратып, жөтеліп ауырып қалдым. Және де екінші себебім низам да ауырып қалды сол моментте. Бәрімізде өте үлкен бір грипп сияқты нәрселер пайда болып кетті.
екінші низамның оқуы да әсер етті. Біздің низам өзі универде оқиды, және соған бару керек, практикасы басталды. Сондай моменттерден біз көп уақыт жоғалтып алдық, біріншіден. Екіншіден, низамның жалпы жұмыс барысында жіберген ең үлкен үш қателігі бар. Қазір соның барлығын сіздерге айтып беретін боламыз. Ең бірінші қателігі низамның жіберген, басында жаңағы сенбеушілік болды ғой. Сол сенбеушіліктің арқасында бізде не болды? Бізде дисциплина азая бастады. Біз басында жаңағы 75 товарды таңдадық, және де оларға біз әрқайсысына бір объявлениеден күніне салған кезде бізде 75 объявление маспостик бойынша шығу керек болған. Бірақ низам басында байқаған болсаңыздар, реалитиді көрген адамдар болса, бірінші, екінші, үшінші, төртінші күнге дейін бізде заказдар болмады. Бірінші, екінші, үшінші күн. Потом төртінші күндерден өте аз заказдар түсіп бастады. Ол неден болды десеңіздер, біздің дисциплина бойынша низамда кішкене қиыншылықтар пайда болды. 75 объявление емес, 30 ғана, 20 ғана объявление ғана салып жүрді. Сосын барып оны реттей бастадық. Екінші нәрсе, бізде мотивацияның болмауы. Жаңа салғысы келеді, білет салу керек екен, бірақ сала алмай жүрді. Сол моменттерде біз не істедік? Біз оның бәрін стористе көрсеттік. Низам маған келді: Нұржан аға, Нұреке, осындай салу керек екенін білем, бірақ сала алмай жатырмын деген идеяларды айтты. Қалай екенін түсінбеді, өзінің энергиясы болмады, шаршап жүрді, ұйқысы келіп жүрді. Оның барлығын тоже жеке отырып сөйлесіп шештік. Мен ол жерде болған лайфхактар бердім. Не көру керек, не қарау керек, өзіңнің моменттегі қазіргі состояниеңді көтеріп алу жайлы деген сияқты. Сосын ол объявление салуды шештік. Бірақ үшінші біздің қателік қандай болды? Мотивациясы бар, энергиясы бар, бірақ лишь бы салу деген мақсатпен ол не істеді? OLX-те жалпы салу уақыты деген нәрсе бар. Бізде таңғы уақыт, оның барлығын потом жекеде мен сіздерге айтып беретін боламын. Таңғы уақыт және де түстен кейінгі уақыт бар. Ол не деген сөз? Ол OLX-тың жалпы өзінің официальный сайтындағы статистика бойынша ең көп посещение болатын уақыт. Сол ең көп посещение болатын уақытта біз салуымыз керек. Неге? Өйткені біздің мақсатымыз OLX-та объявлениелеріміз рекомендацияға шығу. Рекомендация қай уақытта шығады? Оның поведенческий фактор деген алгоритмі көтерілген кезде. Ал поведенческий алгоритм фактор қай кезде көтеріледі десеңіздер, ол адамдар ең көп отырған кезде. Адамдар ең көп отыратын уақыт сол таңертеңгі уақыт бар, 4 сағаттық, және де түстен кейінгі 2 сағаттық уақыт бар. Оларды потом сіздерге айтып беретін боламыз. Сол уақыттарда салмай жүрді. Дисциплина, жаңа мотивациясы бойынша шешіп бердік, бірақ ол уақытымен емес, лишь бы салу арқасында ол түнде салып кетті, түсте, кешке жақын, керек емес уақыттарда салу арқылы не істеді? Біз салдық, бірақ просмотрлар аз, звоноктар аз, лайктар аз, жаңағы сообщениелер біздің клиенттер жіберетін, солардың барлығы аз болуының арқасында бізде табатын пайдамыз, өтетін заказымыздың саны азая бастады, сол алгоритмге байланысты. Сол себепті не істедік? Біз ол үшінші қателікті де түзету арқылы бізде уже ары қарай күніне 5, 10, 7 сондай заказдар пайда бола бастады. Ал оған дейін дисциплина болмаған кезде, уақытымен салмаған кезде бізде бір заказ, 2 заказ ғана болып жүрді басында. Сол себепті сіздер де бұл қателіктерді қайталамауларыңызды сұраймыз. Осындай низамның қателіктері пайда болды. Жалпы достар, осылай біз не істедік? Низамның полный қателіктерін айтып шықтық. 3 қателік общий жіберді, және де ол өрескел қателіктер бар. Сол қателіктерді жасамау үшін барлығын осы жеке наставничество моментінде біз түсіндіріп бердік, және оны қалай шешу керек, оның барлығын жұмыс жасаған болатынбыз. Енді жалпы менде тегін курстар болған бұрын, тегін жаңа статьялар, чек-листтер болған. Соларды есептеп қарасақ, бізде 1000-нан аса адам оқыған екен. Және де біздің офлайн тренингтеріміз болды, талай 40, 50, 100 адамдарға. Соны общий санасақ, жалпы санасақ, 500-ден аса адам біздің офлайн тренингтерімізде өткен екен. Ал осылай низам сияқты реалити болсын, жеке наставничество болсын, өткен адамдардың саны 170-тен асады екен. Ол не дейтін болсаңыздар, оның барлығы біз қаншама адамдармен жұмыс істедік, қаншама жігіттерге офлайн точка ашып бердік, қаншама адамдармен жұмыс жасап, олардың бүкіл минус плюстарын көріп шықтық. Енді мен өзім статистика бойынша 90% менде оқыған, менің өзімде, менің командамда жіберілген қателіктер 2 тал қателік бар бізде. Сол қателіктерді сізге де айтып бергіміз келеді. Неге? Өйткені бұл видеоны, бұл разборды көру арқылы, бұл қателіктерді байқау арқылы сіз осы қателіктерді жібермесеңіз екен деп тілейміз. Бұл ең үлкен бірінші қателігі, жазып алсаңыздар да болады блокноттарыңызға. Ең үлкен бірінші қателік ол клиенттер базасын жинамау. Неге дейтін болсаңыздар, көп товарный бизнеске кірген жастар, үлкендер, бизнесмендер болсын, товарный бизнесте сырттан қараған кезде товар алды, упаковать етті, суретке түсірді, сатып жіберді, солай ойлап қалады.
жарнама жібердім, тағы жаңа клиенттер таптым, жарнама жібердім, тағы клиенттер тауып саттым, жарнама жібердім, тағы сөйтіп ойланып жатады. Өйткені егер де олай сіз жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің клиенттеріңіз ешқашан жиналмайды, және де тұрақты клиенттер сізде ешқашан болмайды. Ал үлкен бизнес, миллиардный, миллионный бизнестердің барлығы, олар тек қана клиент базасы основасында жасалады. Ол қалай? Сіз бүкіл үлкен миллиардный компанияларды қарасаңыз, солардың клиенті болған болсаңыз, Технодом, Спортмастер, басқа да үлкен магазиндер бар, товар сататын. Солардың барлығына Магнум болсын. Кіріп қарасаңыз, сізге әрқашан бонусный карта, қайтып келу картасы, тұрақты клиенттердің картасы деген сияқты нәрселерді беріп жатады, және де сіздің номерлеріңізді алып жатады. Олар не деген сөз? Олар клиенттер базасын жинап жатыр, иә. Бұл қалай бізге көмектеседі десеңіздер, біз бір клиентке бір-ақ рет не үшін сатуымыз керек? Не үшін біз ол клиентпен дұрыс тұрақты жұмыс жасау арқылы, оған дұрыс қызмет көрсету арқылы, оған дұрыс сапалы товар сату арқылы, неге олмен біз ұзақ уақытқа жұмыс жасамаймыз? Егер де сіздің ниетіңіздің өзі, жалпы ниетке көп нәрсе байланысты, иә, ол біздің миымыздың жұмысына тікелей әсер ететін нәрсе, ол ниет деген сияқты. Неге біздің ең басты қателіктеріміздің бірі, ол бір клиентке бір нәрсені сатып жіберу, және де оның сол ақшасын алып алу деген сияқты. Біз ондай оймен, ондай ниетпен жұмыс жасайтын болсақ, біз оған онша емес товарды сатып жібере аламыз, иә, сапасыз товарды сатып жібере аламыз, кешігіп те бара аламыз, оған жаңағы ұрсып жіберуіміз де мүмкін деген сияқты. Ал біздің ниетіміз, мына клиент менен бірнәрсе сатып алып жатыр, мен бұл клиентке дұрыс, адал қызмет етемін деген идея болса, сондай ниет болса сіздерде, сіз не істейсіз? Сіздің миыңыз уже басқаша жұмыс жасай бастайды. Ол қалай десеңіз, біз бір клиентпен ұзақ жұмыс жасаймыз деген идея пайда болса миымызда, біз ол клиентке әрқашан сапалы нәрсе жеткізгіміз келеді. Ол клиентке әрқашан тез уақытында жеткізгіміз келеді. Дұрыс жұмыс жасағымыз келеді. Ол клиентке біз әрқашан жеңілдік жасағымыз келеді, иә. Сол арқылы біз не істейміз? Біз қайтып келетін клиенттер санын көбейтеміз. Оны бизнесте LTV деп айтады. LTV деген сөздің расшифровкасы ол lifetime value. Lifetime value деген сөз не? Life өмір, time уақыт, value құндылық. Біздің өмір бойы беретін құндылығымыз. Ол не деген сөз? Біз бір клиентке өмір бойы құндылық беру арқылы біз оның өмір бойы ақшасын ала аламыз да. Сол себепті неге сіз бір клиентке бір-ақ нәрсе сату керексіз? Сол секілді ойлаңыз, клиенттер базасын қалай жинай аламын, қандай лайфхактар бар, оны менен директке жазу арқылы сұрасаңыз да болады, иә. Сол себепті клиенттер базасын жинаймыз, және де ол клиентке біз жыл сайын, ай сайын, күн сайын да заттар сатып аламыз. Сол себепті бірінші қателік, клиенттер базасын ешкім жинамайды, ал сіз осы қателікті жібермеңіз. Екінші қателік, ол біздің ассортимент кеңейтпейді. Біз осы обучение барысында, реалити барысында біз жігіттерге жаңа 50 товар, 70 товар таңдатып жатамыз, және де оның ішінен тесттен өткен товарлар 5, 10 товар, 15 товар, флагман товарлар дейміз. Флагман товарлар ол күнде өтіп, күнде сізге тұрақты ақша келіп тұратын товарлар. Осындай флагман товарларды анықтап береміз обучение барысында, реалити барысында, иә. И көп байқағанымыз, көп біздің оқушыларымыздың неге бір ай немесе 2 ай өткен сайын продажасы, иә, сатылымдары төмен қарай түсіп кетеді десеңіздер, ол ойлайды, мына мен 5 товарды таптым, 10-15 товарды таптым, осы мен сатып жатырмын, и білмеймін қалай екен, миларында как будто осы товарды өмір бойы сататын адамдар сияқты жүреді да. Мен айтам да, сен егер 5 товар, 10 товар, 15 товар, флагман товармен шықтың ба, осы обучениеден кейін, және де ол сатылып жатыр ма, ақша келіп тұрған кезде ешқашан расслабляться етпейміз. Неге? Ақша келіп тұрған кезде наоборот жұмыс істеу керек. Ал бізде әсіресе қазақтар, иә, өкінішке орай, бізге ақша келген кезде біз жатып қаламыз да, расслабляться етіп ше. Ал бізде керісінше болу керек. Ақша келген сайын біз көбірек жұмыс жасауымыз керек. Қалай? 5-10 товар табылды, біз миллион жарым тауып жатырмыз, иә. Осы кезде расслабляться етіп, оны машина алып, құртып, басқа жерге жасау керек емес, той жасаудың ше. Біз осы ақшаларды пайдалана отырып, біз не істейміз? Пайдалана отырып 10-15 товар ма, біз ақшаны құрту арқылы тағы тест жасаймыз, иә, реинвест деп аталады. Тағы тест жасау арқылы біз 15 товарды 30 қыламыз, иә. 30 товар, сіз 15 товармен 1,5 миллион табасыз ба? 30 товармен сіз 3 миллион табасыз, иә. 3 миллион келді ма, сіз не істейсіз? Оны қайтадан көбейту арқылы ассортиментті қайтадан кеңейте береміз. Сосын барып офлайн точка ашамыз, товардың санын көбейтеміз. Товарный бизнесте ең басты нәрсе, кімде товар ассортименті көп, сода ақша көп. Өйткені сізде 5 товар болса, біреуіне түсуі мүмкін. 50 товар болса, әр біреуіне түскен сайын сізде 5 заказ болады деген сөз. Кімде товаркада товар көп, сол всегда алдыда, сол всегда бір қадам жоғары тұрады бәрімізден. Сол себепті осы екі үлкен қателік бар.
клиенттер базасын басқалар жинамай ма, сіз жинаңыз. Ассортимент басқалар кеңейтпей жатыр ма, сіз кеңейтіңіз. Өйткені бір товар, 5 товар, 10 товар флагман товармен сіз ешқашан пенсияға шығып кетемін деп ойламаңыз. Бұл товар бәрібір ауысады, неге соны қазір ауыстырмасқа? Сол себепті осы ең үлкен екі қателікті жібермеуіңізді сұраймын. Достар, енді осы Низам секілді және де біздің оға дейінгі Мадияр секілді басқа да жігіттер сияқты офлайн точка ашып жатқан жігіттер бар, солар секілді жұмыс жасағым келеді, сізде оқығым келеді деген адамдарға осы біз бизнес разборды тегін таратып отырмыз, біраз адамдарға. Егер осы жерде біз сізді түсіндіре алсақ біздің жұмысты, біз сізді осы жұмысқа, осы товаркаға сендіре алған болсақ, біздің сізге арналған ұсыныстарымыз бар. Егер де Низам және де басқа да жігіттер сияқты сіз осылай ақша тауып товаркамен өзіңіздің бір өміріңізге, басқа да бір өзгерістер енгізгіңіз келсе, басқа өзіңіз қалаған өмірді сүргіңіз келсе, осылай ақша тапқыңыз келсе, біз сіздерге арнайы ұсыныстар жасап отырмыз. Ол бірінші ұсыныс біздің товарларымызды, бізде өзімізде Алматы қаласында офисіміз, складымыз бар, сол жерден біздің қанша түрлі товарларымызды сіздерде сатсаңыздар болады. Оны біз дропшиппинг деп атаймыз. Ол дропшиппингті жалпы қарап шықсаңыздар болады. Гуглдан не екен жалпы түсінесіздер. Біреудің товарын үстіне процент қойып сату деген сияқты. Егер де сіз товарканы бастағыңыз келіп, бірақ Алматыға келе алмасаңыз, басқа қалада отырсаңыз, закупқа ақшаңыз болмаса, складыңыз, офисіңіз, командаңыз болмаса, сіз не істейсіз? Сіз бізге сену арқылы, бізбен жұмыс жасау арқылы сіз офисіңізде болып бере аламыз, командаңызда болып бере аламыз. Біз сіздің товарларыңызды орап, клиентіңізбен сөйлесіп, соларға сатып бере аламыз. Оны деген сөз, бұл дропшиппинг форматы. Біз сіздерге нөлден товарный бизнесті бастап кетуге көмектесамыз. Бұл біздің бірінші формат. Бұл жерде біздің каталогымыз болады. Каталог деген нәрсе не? Ол біздің товарларымыздың, біздің барлық өзіміз сатып жатқан топовый нишалардың тізімі болады. Және де ол тізімде біздің барлық товарлардың суреттері болады. OLX-ке арналған, Инстаграмға арналған суреттері болады. Олардың описаниесімен, себестоимостьмен, бағасы, продажада бағасы, соның барлығын сол біздің каталогтан, Telegram каналдан көре аласыздар. И бізбен бірге жұмыс жасап кете аласыздар. Осы товарларға сіздің мақсатыңыз заказ алып келу арқылы, клиент алып келу арқылы біздің товарларды сатасыз. Например, 5000 теңге, мысалға 5000 теңгелік товар бар бізде, себестоимості, біз оны 15000 теңгеден сатып жатырмыз. Сонда жалпы үстінен көретін, жалпы доставка барлығын қосамыз отдельно, соның үстінен көретін маржамыз 10.000 теңге болған кезде, соның 50%, 5000 теңге сіздікі, 5000 теңге біздікі болады. Неге? Өйткені біз сіздің командаңыз болып жұмыс істеп бере аламыз. Біздің команда 4 жыл бойы уже жұмыс жасап келе жатыр. Бұл команданың жұмыс істеп тұрғанына уже біраз уақыт болды. Және де бұлар біледі кіммен қалай сөйлесу керек, қандай товар жіберу керек, қай уақытта қай қалаға жететінін, басқа Қырғызстан, Өзбекстанға қалай жеткізетінін барлығын біздің системада бар. Сол себепті біз сіздерге бұл жерге операционный система болып ойнап бере аламыз, жұмыс істеп бере аламыз. Ол не деген сөз? Сіз біздің товарларды тек қана жарнама жасау, объявление жасау арқылы біздің товарларымызды сатып клиент әкеле берсеңіз болады. Сол арқылы сіз тек қана клиентпен сөйлесесіз, сол нөмірді бізге лақтырасыз, болды. Басқа ештеңе керек емес. Доставканы өзіміз жеткіземіз, клиенттің адресін бәрін өзіміз уточнить етеміз, және де клиентке қанша күнде керек, және де қандай платформамен, қандай логистический компаниямен жіберу керек екенін, оның барлығын өзіміз шешіп отыратын боламыз. Оны деген сөз, сіз үйіңізде отырып та сата бересіз. Егер жаңағыдай әйелі жаңағыдай баласымен отыратын әйелдерге арналған, ол да үйінде отырып ақшасын тауып кете береді. Немесе студенттерге арналған, оқуында жүріп ақшасын тауып береді. Немесе жұмысы бар, қосымша жұмыс ретінде товарканы алып жүргісі келген адамдарға тоже вариант ретінде бұл үлкен мықты ұсыныстардың бірі. Бұл дропшиппинг деп аталады. Бұл жерде сіз тек қана Telegram каналды жаңағы біздің товарларымызға доступ алсаңыз болады, немесе біздің онлайн обучениемізді алсаңыз болады. Біздің Телеграмға канал доступы 49.990 теңге. Ол жерден сіз бүкіл біздің сатып жатқан және топовый нишаларымыздың тізімін, описаниесін, суретін, қанша сатылады, қанша тұратынына дейін барлығының тізімін аласыз. Және де сол арқылы, сол Телеграм каналды 50.000 теңгеге сатып алу арқылы бізбен жұмыс жасап бастап кетсеңіз болады. Әлде сіз мен әлі товарка жасап көрмедім, мен лиді генерация клиент тарта алмаймын, мен OLX-ті қатты түсінбеймін, Инстаграмды түсінбеймін десеңіз, сізге арналған онлайн обучение бар. Ол 150.000 теңге тұрады. Онлайн обучениеде біз не істейміз? Біз сізге Telegram каналды доступты тегін береміз, және де бізбен жұмысты оған да тегін беретін боламыз. Осы екі вариант бар. Басқа қаладан болсаңыз, жаңағыдай товаркаға крупный ақшам жоқ, командам жоқ, офисім жоқ деген сияқты нәрселер болса, закупқа ақшам жоқ деген сияқты нәрсе болса,
осы екі нәрсемен бізбен жұмыс істеп бастап кете аласыз. Ал егер де Низам сияқты менің қасымда жүріп, Мадияр сияқты, басқа да жігіттер сияқты жекеде жүріп, қасыңызда жүріп, офлайн үйренгім келеді, мен Алматыданмын дейтін болсаңыз, онда менің жеке мен Инстаграм парақшама жазу арқылы менімен жеке консультацияға тіркелсеңіз болады. Ол консультация біз сізге сіздің ойыңыз, жұмысыңыз бойынша біз сізбен сөйлесеміз, және де сұрақтарыңыз бойынша толық обучениенің форматын түсіндіріп береміз. Сол жерде барлығын келісеміз, және де солай жұмыс жасап бастап кетсек болады. Және де енді сіздерге алғысым өте үлкен, шексіз. Неге десеңіздер, осы тегін разборды соңына дейін қарап жатсыздар. Және де мен сіздермен бір үлкен нәрсемен бөлісіп кеткім келіп тұр. Өйткені біздің барлығымыз осы көріп отқан адам, сіз бекерден бекер көріп отқан жоқсыз, мен оған сенемін. Өйткені біздің барлығымыздың жасап жатқан бір мақсатымыз бар, ол жақсы өмір сүру, ата-анамызды жақсы өмірге алып келу, іні қарындастарымызды, балаларымызды, мүмкін біреулер үйленбеген шығар, болашақ отбасыңызды, қазіргі отбасыңызды, бала шағаңызды барлығын жақсы өмірге әкелу менің де мақсатым сол, Низамның да мақсаты сол, иә. Кезінде Низам екеуміз ең басында сөйлескен кезде айтқан болатын, бұл білесіздер барлығыңыз, мобилограф, иә. Айтады да, мен өмір бойы мобилограф болып біреудің артында видео түсіріп жүргім келмейді, иә. Мен өмірімді басқаша елестетемін деген сияқты. Мен өзімнің бизнесім болса, менің отбасым жақсы өмір сүрсе, және де менің қатысуымсыз маған ақша түсетіндей жағдайға жетсем деген сияқты идеямен келген болатын, және соның жемісін қазір көріп жатыр. Бұл не деген сөз? Бұл Стив Джобстың бір үлкен айтып кеткен мотивациясы бар. Біз алға қарай береміз дейді да, барлығымыз алға қарап біз өзіміздің болашақ успехімізді армандай береміз дейді да. Егер сіз қазіргі точкамен, қазіргі сүріп жатқан өміріңіздің точкамен арттағы точкаларға қарайтын болсаңыздар, олар бірігіп, біз қазір өмірімізді өзгерте алсақ, қазір бір определенный бір точка жасай алсақ, арттағы точкаларды дұрыс точкаларға ауыстырсақ, олардың ол нүктелердің қосылуы пайда болады. Ал егер дұрыс нүктелер болса, дұрыс қосылым пайда болса, біздің өміріміз дұрыс жаққа қарай өзгереді деген сияқты үлкен мотивациясы болған. Бұрындары көрдім ол мотивацияны, бірақ мен ол нәрсені өте дұрыс түсіне алмаған болатын. Ал қазір осы Низам болсын, мен болсын, басқа командамыздағы жігіттер болсын, барлығына осы мотивацияны түсіндіру арқасында біз командамен қазақ жігіттер болып осылай біз өз өмірімізді, өзіміздің жақындарымыздың өмірлерін өзгертіп жатырмыз. Егер сізге қызық болса, қазір мына жерде Стив Джобстың айтқан видеосы шығатын болады, осыны көріп алыңыздар. Если бы я не отчислился, я бы никогда не записался на тот курс каллиграфии. И у компьютеров не было бы такой изумительной полиграфии, как сейчас. Конечно, нельзя было соединить все точки воедино тогда, когда я был в колледже. Но через 10 лет все стало очень-очень ясно. Еще раз. Вы не можете соединить точки, смотря вперед. Вы можете соединить их, только оглядываясь в прошлое. Поэтому вам придется довериться тем точкам, которые вы как-нибудь свяжете в будущем. Вам придется на что-то положиться, на свой характер, судьбу, жизнь, карму, что угодно. Потому что уверенность, что все точки выстроятся в четкий путь, заставит вас слушать свое сердце даже в том случае, если вам покажется, что вы сбились с хорошо протаренной дорожки. Такой подход никогда не подводил меня. И он изменил мою жизнь. Достар, егер де көріп шыққан болсаңыздар, білмеймін кім түсінді, кім түсінбеді, бірақ бұл өте үлкен біздің өмірімізге арналған және біздің өмірімізді өзгертуге арналған үлкен инсайт деп ойлаймын мен өзімше. Өйткені бұл затты егер де сіз қаншалықты ертерек түсінсеңіз, соншалықты сіздің өміріңізді, болашағыңызды жарқын нәрселер күтіп тұр да. Ол не деген сөз? Ол біз егер де тек болашақ мен бір күні байып кетем, бір күні 3 жыл өтсе байып кетем деген сияқты өзіңізді алдамшы ойлармен, ол не деген сөз? Ол біздің миымыздың алдау санасы. Ол қалай? Біздің миымызда екі ғана үлкен функция бар. Ол біздің энергиямызды сақтап қалу, екінші ол біздің өмірімізді өлімнен араша алып қалу. Ол қалай? Сіз қазір бизнес бастамай, қазір бизнес бастайын деп жатсыз мысалы, иә, бірақ ертең 3 жылдан кейін, 1 жылдан кейін, ертең жаңа жылдан кейін деген сияқты идеялар пайда болады. Ол не деген сөз? Ол сіздің миыңыз мына нәрсені жасама, мына нәрсе сенің энергияңды жейді деп сенің энергияңды қорғап қалып жатыр да. Ал егер сіз өмір бойы ол мидың алдау санасына түсе беретін болсаңыз, сіз ешқашан бұл нәрсені бастамайсыз, ешқашан өзіңіздің өміріңізді қолға алмайсыз. Сол себепті егер де сіз, мысалы біз қазір бизнесмендер ретінде Қазақстанда 5-6 ғана пайыз бизнесмен бар, иә.
егер де сіз сол 5-6% сияқты ақша тапқыңыз келсе, неге сіз 94% адам сияқты ойлануыңыз керексіз? Неге сіз сол 5-6% сияқты басқалардан ерекшеленбейсіз? Неге сіз 94-95% адам секілді өмір сүріп, ертеңге қалдырып, соның арқасында жақсы үміт күту керексіз? Не үшін сіз олардан жақсы ақша табуыңыз керексіз? Бізде 22 ереже деген нәрсе бар. Егер де Инстаграмда көрген болсаңыздар, ол жерде бір пункті бар, ең үлкен пункті, ол лайықты болу. Егер де сіз миллиард тапқыңыз келсе, миллион хотя бы өзіңіздің өміріңізді сүретін 3 миллион, 2 миллион тапқыңыз келсе, сіз соған лайықты болу керексіз. Лайықты болу деген қалай ол? Жаңағы адамдар сияқты ертеңге қалдырып, бір айдан кейін, бір жылдан кейін бастаймын деген идеяларға көнбей, сенбей, біз қазір осы өмірімізді өзгертуге тырысуымыз керек. Стив Джобс не айтты? Біз артқа қарасақ, істеген істеріміздің дәлелдері бар, Біз қазіргі состояниеміз арттағы істерге байланысты келдік. Мен қазір осынша ақша тауып жатырмын, мен өйткені бір жыл бұрын сондай шешім қабылдадым, Егер де сіз осыдан бір жылдан кейін 2025-те, 2026-та 3 миллион, 4 миллион, 5 миллионға пайдаға шыққыңыз келсе, сіз қазір сол точка соприкосновениені өзгерту керексіз. Сол кезде дұрыс точкалар қорытылу, бір-біріне қосылу арқылы не болады? Сіздің өміріңізде үлкен квантовый скачоктар пайда бола бастайды. Квантовый скачок дегеніміз ол бір адамның бір линиямен келе жатып үлкен бір жетістіктерге жетуі, Сол себепті осындай жетістіктерге жеткіңіз келсе, және де осындай бір нәрсе өзгерткім келеді десеңіздер, бізге келіңіздер, онлайн болса онлайн проблема жоқ, офлайн болса біздің директке жазыңыз, сұрақтарыңыз болса қойыңыз, біз всегда ашықпыз, өздеріңіз сияқты қарапайым жігіттеріміз. Біздің сіздермен тек қана айырмашылығымыз мына жерде сөйлеп отқанымызда ғана. Ал сөйлеп отқанымыз ол біз сіздерден 1-2 жыл алдын ғана бір нәрсе бастап кеткенбіз. Болды. Сол ғана айырмашылық. Атак барлығымыз бірдейміз. Сол себепті бізге жазыңыздар, директ ашық, күтеміз және де қолдауға барынша тырысамыз. Үлкен рахмет назарларыңызға. Все.